Күлдіре алмаймын негізі. Гинекологтар не болады? Керек кезде күлдіртеді. Аяқтардағы варикоз 90%-інде УЗИ-ге түскен кезде жатырдағы варикоз дейміз. төменнен жүрекке келетін тамырларды айтамыз. Олар вена дейміз. Болып жатса, сіздерді кесар тілігіне жолдайды. Мейлінше табиғи жолмен босанғаныңыз дұрыс. Құрметті тыңдарман, бүгін студияда мен, Ардақ Керімханович Аязбеков. Және Романова Сандуғаш Тілеулесқызы. Бүгін каналда қызықты тақырып көтереміз. Ол варикозды ауру, аяқтардағы варикоз. Сұхбаттасу барысында біз жүктілік барысындағы, жүктілікке дейін, босану кезіндегі варикоздың келтіретін келеңсіздіктері, оның босанғаннан кейінгі ерекшеліктері, сол туралы айтатын боламыз. Жалпы бұл каналда біз әйел денсаулығы жайлы тақырыптарды көтеріп отырамыз. Сондықтан каналға жазылып қойыңыз, колокольчик бастырмасын басып қойыңыз. Сізге пайдалы болады деген ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Енді осы каналда осы варикоз тақырыбына қатысты кесар тілігі, босану, босанғаннан кейінгі кезең сияқты тақырыптар көтерілген. Осы тақырыптар бұл жалпы әйел денсаулығындағы болатын өзгерістер туралы. Сондықтан осы тақырыпты ашсақ, жатырдағы варикоз. Қазір кезде әйелдердің барлығында почти 90%-інде УЗИ-ге түскен кезде жатырдағы варикоз дейміз. Жатырда варикозы бар. Ол әйел айтады, тек қана мен жатырымда ғана ма? Или басқа жерден бастала ма? Осы туралы айтсаңыз. Жалпы варикозы бар келіншектер, ол бірінші қандай тексерулерден өту керек? Кейбіреулерде жаңағыдай ешқандай симптом берілмейді, ал кейбіреулерде аяқтан басталып, жыныс аймағында болады, жатырында, УЗИ-ге аяқтарында көрінбейді, УЗИ-ге барған кезде жатырда варикоз болады. Ал түпкі себебін қалай анықтау керек, және де қандай мамандарға жүгіну керек? Енді варикоз негізі, ол варикоз дегеніміз не? Қай тамырлар варикозға ұшырайды? Варикоз дегеніміз ол көк тамыр. Бізде жүректен денеге қарай баратын тамырлар бар, оларды артерия деп айтамыз, және төменнен жүрекке келетін тамырларды айтамыз, оларды вена дейміз. Яғни варикозға ұшырайтын сол жүрекке қарай баратын көк тамырлар. Кеңеюі. Кеңеюі. Артериялар, олар өзінің ерекшелігі бар. Ол тек қана мына жаққа қарай қысылып, былай қан жаңағыдай айдаған сайын жүрекпен бірге оларда қысылып, ары қарай қанды итеріп апарады. Ал көк тамырлар, олардың өзінің құрылымында ерекшелігі болады. Көк тамырларда клапандар болады. Мысалға, төменнен жоғары қарай суды көтеру үшін сұйықтықта, ол тамырлардың ішінде мынандай клапандар тұрады. Әр клапан қандай да бір деңгейге нені көтереді, қанды көтереді. Әр қан жүрек соққан сайын бір деңгейге көтеріліп отырып, қанға циркуляция болады. Келген қан кислородын беріп, жаңа көмір қышқыл газын неге жүрекке апарып, жүректен өкпеге барып, ол қайтадан оттегіге малынып, қайтадан организмге кислород тасымалданады. Енді тамырлардың жетіспеушілігі болады. Кейбір кезде ол табиғаттан тамырлардың жетіспеушілігі. Сіз витамин С жемесеңіз, тамырдың қабырғасының коллагеннің, эластиннің өндірілісіне қажетті қоректерді қоректенбесеңіз, сондай тамырлардың қабырғасының сапасы төмендегеннен кеңеюі мүмкін. Содан кейін жүктілік кезінде жатыр іште орналасады. Ал барлық тамыр, аяқ жақтан келген тамыр іш қуысына кіреді, кіші жан басымен кірген кезде сол жатыр ана жерде кеңейіп, о жақтан келе жатқан тамырға кедергі болады, дополнительный нагрузка болады. Сондықтан төменде тұрған тамырлар жоғарыдағы кедергіні сезіп кеңейе бастайды. Ал сіздің аяғыңызда сонда томпайған былай көк нелер пайда болады. Буылтықтар. Буылтықтар пайда болады. Енді осы орайда негізгі себептеріне тоқталып өтсек, қазіргі таңда әйелдердің жаңағыдай гиподинамиясы, жаяу жүрудің, оның
жаңағыдай гиподинамияның әсері, яғни әйелдер бір орында, дұрыс емес тамақтануы бар, және де жаяу жүрудің аз болуы, ол да варикоздың алып келу мүмкін факторларына жатады. Сонымен қатар сіздің практикаңызда ең жиі кездесетін причинасын айтсаңыз. Енді мен өзімнің примерінде көрсетейін. Мына мысалға, былай тұрған адам былай тұрған кезде қан, мынау төменнен келе жатқан қан, ол сіз былай жүресіз, бұлшық еттер ол тамырларға көмек көрсетіп, олар ары қарай неғылады, айдауға көмектеседі, және бұл тіке тұрғаннан кейін бұл жерде циркуляция қалыпты жүреді. Ал көп отыратын жұмыстар болады мысалға былай отырған кезде мынандай бір угылдар пайда болды. Ол угылдар қанның жаңа сәл кідіріп қысыммен көтерілуін жаңағыдай неғылады, жағдай жасайды көтерілуін. Мысалы, отырып жұмыс істейтін мамандықтар болады. Операторлар, программистер, банк қызметкерлері, почта қызметкерлері, олар көп отырғаннан осындай не болады. Ол еще тұрып жұмыс істеп, тұрып бір қалыпта қимылдамай, нагрузка былай бір орында тұрып, қимылдамай жұмыс істейтін жұмыскерлер. Мысалға, прилавканың артында тұратын, магазинде бір нәрсе сатып отыратын, или же кассада отыратын қыз-келіншектер. Олар қауіп тобына жатады, өйткені қанның ағымына кедергі болады. Сонымен қатар гормоналды препараттарды жиі қолданатын болса, егер ода қан ұю жүйесіне варикозға факторы болса, олар кері әсер етіп кетуі мүмкін. Ол уже варикоздың асқынуына жататын себептер, өйткені көк ішетін әйелдер, соларда тромбоз жиілігі кездеседі. Енді жүктілік кезіндегі тамырлардың өзгеріс туралы бір-екі ауыз айтатын болсақ, жүктілік өскен сайын іш қуысының ішіндегі қысымда өсе береді, тамырларға түсетін давление де көбейеді, сондықтан төменнен келе жатқан қан тамырлар қысылып, кідіріңкілеп келеді. Тамырлар созыла береді. Енді мысалға тек қана аяқтың тамырлары емес, сыртқы жыныс ернеулерінің тамырлары да кеңеюі мүмкін. Ішкі жамбас қуысының тамырлары, жатырдың өзінің тамырлары. Көбінесе УЗИ-де табылатын жатырдың кеңеюлері ол қалыпты жағдай, физиологиялық тұрғыдан жүктіліктен кейін қайтатын болып табылады. Ал егер созылып қайтымсыз стадиясына жеткен тамырлар болса, олар әрине жүктіліктен кейін қалып кетеді. Олар варикозды кеңейген веноздық стаз деп айтамыз. Қанның кері қайтымы бұзылатын стадияға алып келеді. Бұл тамырлардың кеңейе келе ХВН, хроническая венозная недостаточность, яғни созылмалы тамырлардың жетіспеушілігіне алып келеді. Сосын жүктілік кезінде анемияның өзі, мысалы анемиясы гемоглобин төмен болып, тромбоциты жоғары болып, ферритиндер төмен болып жатса, жаңағыдай тромбоз препараттарын, енді аспирин сияқты препараттарды қабылдаған қаншалықты дұрыс? Ол варикозы бар әйелдер барлығы для профилактика, алдын алу мақсатында аспирин ішу керек. Низкие дозы аспирина. Ол сіз ішетін тер-дәрі емес, әрине. Ол жерде 500 миллиграмдық, ал бұл жерде 100-150 миллиграмдық кіші дозадағы препараттар болып табылады бұлар. Және де варикозы бар әйелдер эластикалық чулки кию керек. Қазір бұрында бинттерді бүйтіп аяқты орап, кейбір жерлер жақсы қысады, кейбір жерлер жақсы қыспайды. Ал қазір бірденен аяққа полностью санға дейін киілетін чулоктар бар. Соны киіп жүргеніңіз дұрыс. Өйткені қандай асқыну бар? Ол төменде тұрған тамырлар, кеңейген тамырлар, соның ішінде қан қатуы мүмкін. Ол тромбоз деп айтылады, тромбофлебит деп айтылады. Қабынып, тромбоэмболия деген өте қауіпті асқынуға алып келуі мүмкін. Одан өзіңізді сақтау үшін сұйықтықты көп ішу керексіз, аспирин ішу керексіз, және эластикалық чулки кию керексіз. Қосымша ретінде күнделікті жаяу жүрген дұрыс. Мысалы, сіз күнделікті жаяу жүресіз ба? Жүремін. Қанша километр жүресіз? Километр емес, шақтармен жүремін. Мен 9-11 мың шақ жүремін. Күнде жүресіз ба? Роддомның арасында деп қойсам.
Өте күніне жақсы ғой. 10, Бірақ кейбір әйелдерде ондай мүмкіндік жоқ қой. Жаяу жүруге мүмкіндік жоқ. Жаңа үйі бар, бала шағасы, ата енесі бар деген сияқты. Кейбіреулер жаңа ондай мүмкіндік жоқ. Ол жағдайда не істейміз? Ол әйелдер не істеу керек? Енді гиподинамияны болдырмау керек. Гиподинамия деген аз қимылдау деген. Қимыл керек, серуен керек, жүру керек. Ол не только сіздің жаңағыдай демалысыңыз, ол еще денсаулықты нығайту, тамырлардағы қанды жүгірту болып табылады. Сондықтан сіз кішкентай болса гимнастика істеңіз, жай жүріңіз. Сізге ол нагрузка түсіріп ұзақ жүру емес, қимыл болу, қимыл керек әрине. Екі қабат әйел тарсылдап енді көп жүгіріп неғыламайды енді, бірақ қимыл болу керек. Енді варикозбен әйелдер қалай босанады? Көп әйел сұрайды, менің аяғымда варикозым бар, мен операциямен туамын ба? Менің жаңағыдай жыныс аймағымда варикоз бар, мен операциямен туамын ба? Мен өзім тууға боламын деп. Қараңыз, бұндай жағдайда көбінесе операция қажет емес. Сіз просто чулки киіп, позаларды ұстап туа бересіз. Сыртқы жыныс ернеуі, жаңағыда қынапқа кіреберістегі варикоздар ол тууға кедергі жасамайды. Тууға кедергі жасайды тек қана қынаптың жоғарғы үштен бөлігінде және жатыр мойнында, жатыр мойын ашылады ғой, баланы өткізеді. Сол жатыр мойнында кеңейген үлкен дөрекі варикоздар болса, солар операцияға показания болуы мүмкін. Онда да ангиохирург көріп, УЗД-ге түсіріп, сосын барып, егер показания болып жатса, сіздерді жаңа кесіртілігіне жолдайды. Ал былай жыныс аймағында болатын болса, өздеріңіз босануға шанс жоғары. Енді осы операцияға или варикозға бармай, или варикоз кезінде жүктілікті жоспарламай, бірінші ем алып, негізгі причинасын анықтап, не себеп болып жатыр сізде? Мүмкін сізде жаңағы артық салмақ болуы мүмкін, басқа да қан жүйесінде ауруларыңыз, қан қысымының жоғарылауы сияқты қан ұю жүйесінде проблемаларыңыз болса, немесе жаңағы қазіргі таңда гепатит Б, С-ның әсерінен де қан қоюланып жатады. Солардың барлық факторларды емдеп, содан кейін барып жүктілікті жоспарлағандарыңыз дұрыс. Өйткені бұның асқынуы тромбоэмболия, өкпенің тромбоэмболиясына алып келуі мүмкін. Өте ауыр асқыну. Өздеріңізді күтіңіздер, ем алғандарыңыз дұрыс. Варикозбен босану, операциямен босануға қарағанда сіз үшін пайдалы. Операция, варикоз бола тұра, операция болу сіз үшін қауіп көтеріледі. Өйткені операциядан кейін сіз қандай да болсын жатуға мәжбүр боласыз. Операция өткеннен кейін бір жарты күн жатасыз. Содан кейін жалпы кесілген болғандықтан сіз жатуға тырысасыз. Бұл жаңағыдай операция орнын көп тревожить етпеуге тырысасыз. Сол кезде тромбоз қаупі жоғарырақ болады. Яғни мейлінше табиғи жолмен босанғаныңыз дұрыс. Өйткені варикозы көп әйелдер после операции оларда тромбоз, тромбофлебит болу шансы өте жоғары болып кетеді. Өйткені операция барысында сіз көбірек қан жоғалтасыз, сіз қимылдамайсыз, тамақ ішуіңіз жаңағыдай нашарлайды, диетаңыз өзгереді, сұйықтық пайдалануыңыз өзгереді. Осының бәрі қандағы, тамырдағы тромбтың пайда болуына жағдай жасайтын қауіпті факторларға жатады. Сондықтан ауруды емдегенше алдын алған дұрыс дейді ғой. Варикоз үшін операция жасау ол дұрыс емес. Сыртқы жыныстағы, аяқтағы варикоздар операцияға негіз бола алмайды.